Көптеген шаңырақ ерлі-зайыптылардың мінезі себебінен шайқалады. Отбасы боп бір-бірін түсінісе алмағандықтан үйде береке болмайды. Осылайша шаңырағы төзгісіз бір тозаққа айналады. Құрметті оқырмандар, менің әңгімемді тыңдамас бұрын каналыма жазылып, лайк басып өтсеңіздер, разы болар едім. Мекке шаһарында Абдулла Құраши есімді кісі өмір сүріпті. Ол жұрт қатарлы күнелткен жан болыпты. Көрші-қолаң Абдулланың сабырлығы мен ұстамдылығына таң қалады екен. Өйткені әйелінің мінезі өте нашар адам екен. Көрші-қолаңмен арасында шайпау әйел жанжалдаспаған адам қалмапты. Соған қарамастан күйеуі Құдайдың аманаты деп жұбайына мейлінше жұмсақ мәміледе болыпты. Осылайша 40 жыл бір шаңырақта ұрысқақ қатынмен бір жастықта ғұмыры өтіп жатыпты. Шыдамның да шегі бар емес пе? Күндердің бір күні күйеуі ашуланып, қолын бір сілтеп үйінен безіп кетіпті. Ауылынан алыстап шыққан байғұс елсіз жерде құлшылық жасап, кітап оқып отырғанда екі пірадарға жолығады. Екі діндар құдайы қонақтың кім екенін сұрап жатпастан қастарына қосып алады. Абдулла Құраши де олармен бірге құлшылық жасап, оқыған кітаптарын тыңдаумен болады. Арабтың салтында құдайы қонақтан 3 күнге дейін жөн сұраспайтын еді. Сондықтан қонағынан жөн сұрасып жатпай, ас суымен бөліседі. Кешкі мезгіл де таяп келеді. Қос бірадардың бірі дұға етейік, бүгінгі несібемізді сұрайық деп қол жаяды. Арада көп уақыт өтпей біреу есік қағады. Есікті ашса, тамақ келіп тұр. Дастархан жайып үшеуі ас суын ішіп алады. Ертесі күні де бірге құлшылық етіп, үшеуі бірге кітап оқып кеш батырады. Сосын екінші пірадар бүгін менің кезегім деп қолын жайып дұға ете бастайды. Бет сипауы сол екен, тағы да есік қағылып, бейтаныс біреу тамаға келіп тұр екен. Ғажап. Үшінші күні кезек Абдулланыкі еді. Екі діндар бүгін сен дұға жаса деп оған қолға салады. Амал нешік? Абдулла қолын жайып іштей, уа Раббым, мен күнәға белшесінен батқан бір пендеңмін. Менің кесірімнен мына екі құлыңды несібесіз қалдыра көрме. Осы екі жанның тақуалығының құрметіне бүгін несібемізді бере көр деп жаратқанға жалбарыныпты. Кенет есік қағылады. Алайда бұл жолы бір емес, екі бірдей ыдыспен ас-ауқат әкеліп тұр екен. Екі діндар таңданып, сен кімсің, қандай дұға жасадың деп таң қалыпты. Сонда Абдулла, мен сендердің тақуалықтарыңды араға қойып дұға жасадым, ал сендер не деп дұға етуші едіңдер дейді. Сонда діндарлар, Меккедегі бір ерекше жан жайлы естігенбіз. Ол кісінің жұбайының мінезі нашар екен. Бірақ ол соған қарамастан оған сабыр етеді екен. Оның есімі Абдулла Құраши. Біз күнде сол адамның сабырлығының құрметіне деп дұға етеміз. Аллаға шүкір, күні бүгінге дейін дұғамыз қабыл болып келді деген екен. Міне, бақытты отбасының құпиясы. Сіз бен біз іздеген отбасы бақыты. Таудың ұшар шыңында ғана өсетін таптырмас бір дүние емес. Ең бастысы тілге ие болуда, кешірім сұрай білуде, сондай-ақ бір-бірін қадірлей білуінде.